Сәлем достар, бүгін бізге қонаққа екі өте ақылды, дарынды, сүйкімді Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары келді. Олар Наргиз және Селимжан. Наргиз математика бойынша республикалық олимпиаданың қола медаль иегері, ал Селимжан биология пәнінен халықаралық олимпиаданың қола медаль иегері. Біріншіден, өздеріңіз туралы айтып беріңіз. Менің жасым 17-де. Менің де жасым 17-де. Біз 11 сыныпты бітіріп, 12-ге көштік. Және екеуміз бір сыныпта оқимыз. Негізі маған математика пәні бірінші сыныптан бастап ұнаған, бірақ мен ешқашан оны олимпиадалық деңгейде дамытуды ойлаған жоқ едім. Бірақ Назарбаев зияткерлік мектебіне көшкеннен кейін бізде бір арнайы тестілеу өтті. Және мен одан сәтті тапсырып өткеннен кейін мектептік олимпиадалық резервке кірдім. Содан бері математикамен айналысып келдім, бірақ жақында айналысып тоқтаттым. Мен болсам, менің биологияға деген қызығушылығым жастайынан белгілі болған. Мен балалық шағымда түрлі өсімдіктерді отырғызуға, сосын бунақ денелерді, жәндіктерді ұстап зерттеуге құмар болдым. Өте күшті. Халықаралық олимпиадаға қатысу менің 7-ші сыныптағы арманым болатын. Неліктен математика, физика, химия сияқты пәндер емес биология десеңіз, мен 5-6 сыныпта мен дәрігер болғым келді, сосын криминалист, сосын патологоанатом. Осы мамандық иегерлері болу үшін ең алдымен биологиядан сіздің біліміңіз өте жоғары деңгейде болу керек. Жалпы менің математикаға деген қабілетім басқа пәндерге қарағанда жоғарырақ болғандықтан мен математикамен айналысуды бастадым. Және мектепте ұдайы олимпиадаға жүргізіліп жатқандықтан өзім де бір рет қатысып көрейін деп шештім. Олимпиадаға қалай алғашқы іріктеу жүргізіледі? Қараша айында ең алғашқы кезең басталады. Ол мектепшілік олимпиада, яғни пәнге деген қызығушылығы бар барлық оқушылар жиналып бір-бірімен жарысады. Кейін үздік шыққан 2 оқушы келесі кезеңге өтеді. Назарбаев зияткерлік мектептері үшін ол желілік олимпиада. Яғни барлық мектептерден 2 оқушыдан келеді. 2 оқушы ол бір сыныптан, яғни сынып параллелінен. Яғни 9-10-11. Иә. Кейін олар бір-бірімен жарысады қайтадан. Ең жоғары балл алған 2 оқушы кейін республикалық олимпиадаға өтеді. Сол сен бүкіл Назарбаев зияткерлік мектебінің екі ең жоғары оқушылардың бірі. Білім беретін мектептерде оқитын оқушылар желілік олимпиада емес, кейін аудандық олимпиадаға, кейін аудандықтан қалалық немесе облыстық олимпиадаларға өтеді. Сосын ғана олар республикалық олимпиадаға қатыса алады. Ал халықаралық олимпиадаға жолдама алу үшін біріншіден республикалық олимпиада бойынша, яғни республикалық деңгейде жеңімпаз атану керек. Бірінші, екінші, үшінші. Жоқ, қазір айтам, ол халықаралық олимпиадаға қатысу үшін ең алдымен республикалық деңгейде жеңімпаз атану керек. Яғни республикалық олимпиаданың нәтижесі бойынша алдыңғы 12 адам іріктеледі. 12 адам. Бүкіл республикадан. Республикалық олимпиаданың нәтижесі бойынша 12 адам іріктеледі. Барлық 3 параллельде. Яғни жеңімпаз атану үшін сен алтын, күміс немесе қола медаль алу керексің. Сол үш оқушы емес, ол бірнеше оқушыдан бір медальді бірнеше оқушыға береді. Яғни балдары тең оқушылар бірдей медаль алады. Бірдей немесе сәйкес. Сол сен республикада қандай болдың? Мен алтын медаль иегері болдым. Сосын осы 12 адамның ішінде мен үшінші болатынмын.
сосын осы 12 адамға жиындар жасалынады. Осы арнайы жиындарда бізге сабақ береді және экзамендер жасалынады. Және осы жиынның ең соңында алдыңғы төрттік анықталады. 12-ден 4. Иә, 12-ден 4. Және осы 4 адам Қазақстан намысын халықаралық деңгейде қорғайды. Ал математика пәнінен 6 Иә, оқушыдан төрт емес. тұратын құрама Командасы. жиналынады. Енді дайындық жайлы айтып бересіздер ме? Біздің мектепте олимпиадаларды қатысуды қолпаштайды, сондықтан әрбір пән бойынша олимпиадалық резерв бар және оған тағайындалған арнайы мұғалімдер бар. Мені дайындаған Хаджимұратов Нұрсұлтан. Ол да халықаралық олимпиадаға қатысқан. Иә, және 2 дүркін 6 медаль иегері болды. Ал менің дайындаған ол Бауыржан ағай. Ол да 2008-2009 жылы қола медальдің иегері болып атанған. Сонда халықаралық олимпиада ағылшын тілінде өтеді, дұрыс па? Негізінен әрбір командадан өзіндік жетекшілері болады, тимлидерлер. Және осы тимлидерлер олимпиадалық тапсырмаларын басқа тілге аударады. Яғни біз үшін ол орыс тілі немесе қазақ тілі. Әрбір командаға 2 жетекші тағайындалады. Сонда сенің ол Бауыржан аға болды ма? Жоқ, осы жерде бір мұғалімді дарынан тағайындайды. Яғни екіншісі ол республикалық олимпиадада болған бір қазылар алқасының мүшесі. Олимпиаданың өзі қалай өтеді? Ең алдымен таңертең біз барлығымыз олимпиада өтетін жерде жиналамыз, кейін тіркеуден өтеміз. Және сосын сынып бойынша, яғни 9-10 сыныптар әрқайсысы өзінің бөлек кабинеттеріне отырғызылады. Сосын олимпиада мерзіміне сәйкес бірнеше сағат отырып, олимпиадалық жұмысты орындайсың. Қанша сағат? Математика пәні бойынша ол 2,5 сағат және 3 есепке. Сосын 2 түр болады. 2 тур, 2 түрлі күнде өтеді. Сол бірінші турдан өткен балалар екеуінде жазу міндетті. Халықаралық олимпиадада бізде биологиядан 2 тур. Біріншісі ол практикалық тур, екіншісі ол теориялық. Біздің практикалық тур ол 4 практикалық жұмыстан тұрады, 4 түрлі тақырып бойынша. Әрбір практикалық жұмысты біз 1,5 сағат уақытының көлемінде жазамыз. Осы жылы бізде 4 түрлі тақырып бойынша 4 түрлі практикалық жұмыс болған. Әрбіреуі ол 1,5 сағат уақытын алады. Яғни біз мысалы сүлікті кесіп, оның сыртқы және ішкі анатомиясын, морфологиясын бақылап зерттедік. Ол бір практикалық жұмыстың мысалы. Яғни бәрін қосқан кезде практикалық жұмыстарға 6 сағат беріледі. Бірақ шошымаңыз, әрбір практикалық жұмысты бітіргеннен кейін сізге 1,5 сағаттай уақыт үзіліс беріледі. Сондықтан да бізде халықаралық олимпиадада таңертеңнен бастап кешке дейін олимпиада жүргізіледі. Ол практикалық тур. Ал тағы бізде теориялық тур бар. Яғни ол практикалық тур біткеннен кейін 2 күн өтеді, сосын ғана теориялық турды жазамыз. Осыны біз компьютер арқылы жауаптарын тіркейміз. Сол жерде бізде түскі асқа дейін 3 сағат және түскі асқа астан кейін 3 сағат болады. Және әрбір турда шамамен 300 сұрақтай болады. Қандай қиыншылықтар болды сендерде? Өз олимпиадада дайындық кезінде? Менің ойымша ең алғашқы қиындық ол сабақпен бірге олимпиаданы қатар ұстау. Яғни мен өзім 6 белгіге өтіндіктен. Мен үшін олимпиадаға толығымен зейін қою бір қиын болды. Бірақ біздің мұғалімдердің арқасында бұл жұмыс кішкене жеңілдетілді. Себебі олар бізге сабақтан кейін қосымша сабақтар беріп, тағы қосымша материал жіберіп дайындап отырды. Сондай-ақ екінші қиындық ол менің ойымша
сәтсіздіктер, яғни бір жеңіске жету үшін бірнеше жеңілістен өтетінің ол сөзсіз. Және мысалы менің бірінші республикалық олимпиадам ондай сәтті өтті деп айта алмаймын. Бірақ және сондай сәтсіздіктерден кейін өзіңе деген сенімсіздікті жоғалтасың да, кейін маған шынымен де бұл керек па деген сұрақтар оянады. Сонымен қатар, егер шынымен де медаль алғың келсе, ол сен бүкіл демалыс уақытыңды олимпиадаға бөлу керексің. Мәселен, бізде мектепте арнайы жүйелік жиындар болып тұрады, яғни олар жазда маусым және тамыз айларында 10 күннен өтеді. Сен сол 10 күннің ішінде таңертеңнен кешке шейін бір кабинетте отырып есеп шығарасың, және ол өте стресстік жағдай. Мен үшін ең басты қиыншылық ол практикалық жұмыс кезіндегі уақыттың жетіспеушілігі. Бірінші және екінші практикалық жұмыстарды жазып біткеннен соң ғана менің тайм-менеджмент қабілеттерім іске аса бастады. Қандай тағы қиыншылықтар? Олимпиадада қойылатын сұрақтар, олар республикалық деңгейде қарағанда өте қиын болады. 2 есе, немесе 3 есе қиын болады. Наргиз, сен бірінші жыл олимпиададан ұтылып, неге оны жалғастырамын деп шештің? Себебі менің ойымша олимпиада ол басқа адамдармен жарыс емес, өзіңмен өзің жарыс. Себебі сен әрқашан өзіңнің алдыңғы нәтижеңді жақсартуға тырысасың. Және мен сол кезде өзімнің деңгейім шынымен де төмен екенін түсіндім. Яғни мен жеткілікті түрде дайындалған жоқпын. Мүмкін мектепте мен мұғалімдермен ондай тиянақты жұмыс жасамадым. Және өзімнің де білімім жеткіліксіз екенін түсіндім. Сонымен қатар менімен бірге дайындалатын құрбым бар. Және басында олимпиададан оралған кезде мен болды тастаймын деп шешкем. Бірақ менің құрбым жалғастыруды сұрады. Яғни ол сен болмаса мен тағы кіммен дайындаламын деген соң мен жарайды тағы бір рет дайындалып көрейін деп шештім. Олимпиадаға қатысқан ең күштісі не болған? Жаңа адамдармен танысып, олармен бірге уақыт өткізу, олармен бірге тәжірибе алмасу. Яғни осы олимпиадаға қатысатын адамдардың барлығы олар биологияға құмар адамдар. Яғни олармен тіл табысу өте оңай. Ол тек қана халықаралық олимпиадаларда емес, сонымен қатар бүкіл Қазақстанның түпкір-түпкірінен біз өзімізге дос таба алдық және олармен жазда кездесуді асыға күтетіміз. Сосын біз жыл сайын олимпиада өткізілетін орны ауысады. Яғни біз Қазақстанның түрлі қалаларына сапар шегіп, осы қалалардың көрікті жерлерін тамашалайды. Біз Көкшетау, Павлодар, және Атырау, мен тағы Талдықорған, Тараз, Өскемен, Семей, Шымкент және бүкіл барлық қалаларды аралап шықтық деп айтсақ болады. Сондай-ақ мен олимпиадаға қатысудың арқасында Америкаға да шығуға мүмкіндік алдым. Нәтижелерді шығарғаннан кейін қандай сезімдер болды сендерде? Ең алдымен жеңілдікті сезесің, яғни менің ойыма бірінші кіргені ол шіркін, енді оқу жылым да бітті. Сосын әрбір олимпиадаларда әртүрлі, бірақ әшейінде бірінші турдың нәтижелерін келесі күні олимпиадаға дейін шығарады. Яғни сен өзіңнің бірінші турдан нәтижеңді біле отыра, екінші турды жазасың. Бірақ бізге біздің бапкеріміз, яғни мұғаліміміз ешқашан қарамаңдар дейді. Яғни сен қарадың ба? Жоқ, бірінші тур өтті, болды оны бітіру керек, енді екінші турға ғана назар аудару керек. Сонда сендер білмедіңдер. Бірақ арасында бірінші олимпиадамда республикалық мен білдім. Мен өте нашар жаздым, сосын менің көңілім одан бетер түсіп кетті. Мен екінші турда тағы да нашар жаздым, сосын олимпиаданы нашар жаздым. Сондықтан да бірінші турдың нәтижелерін ешқашан қарамайды.
олимпиадаға дайындық және қатысқан үшіне қандай кеңестер бересіңдер басқа оқушыларға? Ең алдымен, мен ойымша, не үшін қатысып жатқандарыңды түсіну керек. Яғни, шынымен де пән ұнайды ма? Егер оны болашақта жек көріп кететіндей дәрежеге жетпейтініне сенімдісің бе, сондай сұрақты қою керек өзіңе. Себебі сен, егер олимпиада қатысам десең, толығымен сол пәнге жұмыласың десе болады. Сондай-ақ, менің ойымша, күш-жігер қажет. Өзіне сене білу. Өзіне сене білу керек, иә. Ал биология жайлы айтсақ, менің ойымша оқушылар ағылшын тілін жетік меңгеру керек. Себебі биологияда пайдалы және қажетті болатын кітаптардың барлығы ағылшынша.